Қаратау өзге таулар іспеттес, төбесімен көкті тіремесе де, тар жол тайғақ кешкен талай тарихтың куәсі болған тау екені жасырын емес. Атам қазақ сондықтан да болар, Қаратауды ерекше әспеттеп, басына күн түскенде панасы болып, жауына қалқан еткені бекер емес аузыра. Сол қалқанды мекеннің тағы бір құпиялы сырын ашпақ ниетте, қарт Қаратау жасырған нендей дүниең бар деп, тау ішіне терең бойлай бересің. Қаратау күзі тамсандыра беретіні сөзсіз. Сайын даламыз бен асқар шыңы, аспан бұлтымен таласқан тауларға әсте кем емес. Ақсерке шатқалындағы тау беткейлері мен құзар шыңдары, қас сұлудың бұрымындай өрілген түйе тастары, сырылдай аққан сарқырамасы табиғи байлығымыз. Тау суының мөлдірлігі табиғат ананың тазалығындай. Алғаш көрген жанды еліктіріп, құдды бір ертегілер әлеміне ерте жөнеледі. Жан жағынан ентелей түскен тау көрінісі сарқыраманың ажарын аша түскендей. Жол-жөнекей тау кереметін тамашалай келген кез келген саяхатшы үшін Қарашор сарқырамасы нағыз ғажайып мекеннің өзі екеніне дау жоқ. Бүгінгі күні қазақ елі әлемді байтақ жерімен, өшпес тарихымен тамсандырып жатса, кешегі күні Қаратау қойнында сансыз тарихи сәттерімен мойындатқаны ақиқат. Таудың ерекше көрінісі, қаймағы бұзылмаған тарих іздері өткен күннің қазынасын қойнына жасырған Қаратау табиғатымен қазақ баласын өзіне баурай бермек. Табиғат анамен етене қауышып, сырына терең үңілу үшін тау тіршілігіне етене жақындау керектігіне көз жетті.